Бүгін Ақтауда елбасының тапсырмасымен құрылған комиссия Қаражанбас кен орнында болып, жұмыстан босатылған қызметкерлермен кездесті. Басқосуда комиссия құрамындағы бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеев, Қазмұнайгаздың жаңа басшысы Ләззат Қиынов және Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жетекшісі Алик Айдарбаев жұмысшылардың талап-тілегін тыңдады. Келіссөздер, талаптар ортақ келісімге келгенге дейін жалғаспақ. Қазіргі басты мақсат заңсыз ереуілге қатысқан азаматтарды жұмыс орындарымен қамту. Өкінішке орай, Жаңаөзендегі бассыздықты ұйымдастырғандар өздерін кінәліміз деп есептемегендіктен бұрынғы қызметтерін талап етуде. Өмірзақ Шүкеев өз сөзінде әр жұмысшымен жеке келіссөз жүргізіп, түйткілді мәселенің түйінін шешетін арнайы комиссияның құрылғандығын атап өтті. Қалай болғанда да мұнайшылардың ешқайсысы жұмыссыз қалмайтындығы белгілі болды. Жұмыстан босатылған 900 адам Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамындағы бұрғылау басқармасына орналастырылатын болып шешілді. Бұл заманауи қондырғылармен жабдықталған мемлекеттік компания. Қажет болған жағдайда мемлекет мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру үшін өз мойнына алмақ. Жаңаөзендегі жұмыс орнынан босатылғандардың 500-і жүргізуші болса, 250-і жөндеу ісімен айналысатындар. Қаражанбас та бұл жерде сәл бөлектеу жағдай. Бұл жерде жұмыстан босатылғандардың 500-ден астамы жүргізушілер. Сондықтан біз бұл жерде транспорттық мекеме құратын боламыз. Транспортный компания. Екіншісі жалпы капитальный ремонт жасайтын азаматтар, оларға да арнайы мекеме құратын боламыз. Сондықтан біз бұл жерде осындай екі мекеме құруды ұйғарып отырмыз. Бұрғылаушылар да бұлардың арасында бұрғылаушыларды, оларды біз бір-бірлеп сөйлесіп, қазіргі жұмыс істеп жатқан мекемелерге орналастыратын боламыз. Сондай ұсыныс бердік бүгін. Оған енді олар қолдаса келіп жазылады.